Қайырлы күн, ардақты көрермен, эфирде әдеттегідей жеті муза бағдарламасы. Біздің бүгінгі шығарылым бейнелеу өнеріне арналмақ. Ал студия қонағы Астана қаласы Суретшілер одағы басқармасының төрағасы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Мұхамедиев Қоңыртай. Қоңыртай аға, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы бірінші қояр сұрағым, қазіргі таңда суретшілер қаншалықты талантты? Мен жас суретшілер туралы айтып отырмын. Енді суретшінің талантына шек қойға болмайды. Өйткені ол грамммен, килограмммен бір басқа өлшемдермен өлшенетін нәрсе емес. Дұрыс айтасыз. Өйткені енді Алланың берген әр суретші өзіндік бір қасиеті. Енді ол суретшінің таланты күнделікті еңбегімен шыңдалады. Ең біріншінде алған білімі, сол өзінің осы Қазақстандағы белгілі ұстаз суретшілеріміздің берген тәлімі. Енді оны өмір жүзінде ары қарай шыңдау мектебі ол жас суретшілердің өздеріне байланысты. Енді мынау нарық заманында суретшілерді қинайтын бірақ нәрсе бұл шеберханалардың жоқтығы. Көп нәрсе осы жастардың шығармашылық жұмыстарына біраз қиындық, бөгет жасап жатқаны ол шындық. Бірақ енді осы бейнелеу өнеріне суретші мамандығын таңдаған жаңағы бауырларымыз бен қарындастарымыз бұлар енді онда қиындықты шеше біліп, өзіндік бір амалдарын тауып, бәрібір осы кәсіптермен шұғылданып жатыр. Енді осы қазіргі заманда Қазақстанымызды, елімізді осы жастар дүние жүзіне танытып, үлкен долларға қатысып, көрмелерге, симпозиум, биенналелерге қатысып, осы Қазақстанның жаңа бейнелеу өнерін мақтанышпен көрсетіп жүрміз. Ол біздің жастарымыздың еңбегі. Ол жастарға және орта буын ағалары, орта буын апаларының да еңбегін ұмытпағанымыз дұрыс. Көркемөнер қоғамдық сананың көркемдік ойлау тәсіліне негізделетін үлкен бір саласы. Өмір құбылыстарын бейнелеп көрсету құралы. Осы өнердің сан алуан түрі кездеседі. Сурет, бейнелеу өнерінен бастап, ән, музыка, сәулет өнері, ою-өрнек, өлең, қара сөз де осы көркемөнер дүниесіне жатады. Сан салалы жанрда жасалып тұрғанмен, олардың бәрі айналып келгенде дүниені эстетикалық жолмен, әдеміні сезіну арқасында пайда болған нәрселер. Көркемөнер адамның екінші өмірі, сезім дүниесінің көркем бейнелер арқылы табиғи жаратылыстан тыс өзгеше өмір сүруі. Мұның бәрі түйсік, түсінік көркемдік ойлау қабілетінен туады. Дүниені көркемдік жолмен танып, оның бейнесін келтіруге ұмтылу әріден, көне заманнан басталатыны анық. Ауыз әдебиеті туындылары мен тастағы таңбалар осыны дәлелдейді. Көркемөнердің барлық салаларына ортақ сипат дүниені, өмір құбылыстарын жинақтап, типтік дәрежеге көтере, сонымен бірге нақтылы қалпында бейнелеп көрсету болса, әр саладағы бейнелеу құралы, бейнелеу тәсілдері өзінше бөлек болып келетінін айту қажет. Айтарлық сурет өнерінде бейнелеу құралы бояу, түрлі түсті бояулардың мағыналық мол мүмкіндіктері. Ал музыка, ән-күй шығармаларында өмір шындығы, дыбыстық әуезділігі, әннің, мелодияның ой сезімді жеткізуіндегі мәнділігі арқылы көрінеді. Жалпылама айтқанда көркемөнердің барлық салалары тамырлас, түп негізі бір, қазіргі дәуірде де бір-бірімен жалғаса дамып келеді. Аға, демек біздің Қазақстанның өзіндік бір бейнелеу өнерінің мектебі қалыптасып үлгерген. Өзіміздің ұлттық нақышта, өзіміздің дәстүрге байланысты. Енді әр ел, әр халық өзінің мәдениеті, өзінің тарихы бар ғой, осы дүниеміздегі. Біз енді қазақ бейнелеу өнері тура нықтап қалыптасып, аяққа тұрдырып айту, біз әлі шыңдалу үстіндеміз. Өйткені мынау өнер ол бір орында тоқтап қалмайды. Әрқашанда дамып, алға жылжу. Өйткені мына интеграция жан-жақтағы үлкен дүниелерменен аралас, солардан көргенін сіңіріп, жаңаша өзіміздің ұлттық мағынада ұлтымыздың бір жақсы дүниелерін синтездеп, сол арқылы жаңа бір дүниелер туындап жатады. Орында тұратын нәрсе емес бұл. Ал енді біздің ұлтымыздың мәдениеті, оның үстінде жаңағы өнеріміз, анау тас дәуірі, қола дәуірін ала берсек, оның барлығы да осы ол замандағы суретшілер өмір сүрген. Енді олардың мектебі, олардың жасап кеткен мұрасы әлі күнге шейін бізге азық. Оны зерттеу, өнер танушыларымыз, солардың негізінде суретшілеріміз бір жаңа ағымдар тауып жатыр мысалға. Сондықтан өнер бір тоқтап
шыңдалу шегіне жеттік, енді қойдық қой деген не жоқ. Біз әрі қарай дами береміз. Даму процесіндеміз әрқашан. Түсінікті. Аға, жалпы Қазақстанда қандай өнер ордаларында жақсы білім алуға болады? Осы болашақта өзім суретші болам, мүсінші болам дейтін жастарға кеңесіңіз бар ма айтады? Біздің республика бойынша бүкіл региондарда, бүкіл облыс орталықтарында, үлкен қалаларда, білім ордаларында осы суретші мамандықтары жөнінде жаңағыдай отделениялар, факультеттер бәр жерде ашылған. Онда сапалы білім беріліп жатыр. Бірақ енді негізі мынау кәсіби мамандық жөнінен алатын болсақ, ол жерде сұраныс әмбе жаңағындай мамандыққа деген требование басқаша. Өйткені қазіргі мынау заманның ағымына байланысты, үлкен өзгерістерге байланысты суретшілерге үлкен күрделі тапсырмалар жүктелініп отыр. Міне соған байланысты оқылатын оқудың программалары да ол жаңағы біздің үлкен қара шаңырағымыз, Алматыдағы Жүргенов атындағы көркем сурет академиясы. Соның жаңағы сол академияның жанында Орал Таңсықбаев атындағы қолтаңбалы өнер колледжі. Міне осы оқу орны біздің Қазақстандағы білікті деген мықты жоғары дәрежедегі суретші және қолтаңбалы өнер, зергерлік өнерлердің мамандарын, мүсіншілерімізді дайындаудың нағыз ортасы, нағыз қара шаңырағы деп айтуға болады. Енді қазір Астанадан да ашылған. Енді Астанада әлі Астанадағы жаңағы арнайы осы суретшілер дайындайтын оқу орындары бұлар қалыптасу үстінде. Өйткені біріншіден білікті мамандар жетіспейді. Енді оны өзіміз ішімізде де соны араласып жүрміз, күнделікті көріп жүрміз. Енді бар істеп жатқан азаматтар мен азаматшыларымыз оларды жамандауға болмайды. Өйткені олар өздерінің дәрежесіндегі білетін білімін осы жастарға үйретіп, білдіріп жатыр. Әмбе мынау сырт шетел мемлекеттерімен байланыс жасап, үлкен жерлерге барып, классикалық өнердің туындыларымен танысып, үлкен дәрежеде білім сенімде араласып жатыр қазір. Енді Алматыда тағы да бір қара шаңырағымыз, бұл бұрынғы Абай атындағы педагогика институтымыздың көркем графика факультеті болған. Енді ол факультеттің негізінде осы Қазақстанымыздағы қазіргі мынау көркем сурет факультеттерінің негізін қалаған ұстаздарымыз сол жерден шыққан көбісі. Ол жерде жақсы осы сурет мамандықтарын дайындайды. Сурет мамандықтарының сабақ беретін методист мұғалімдерін дайындайды. Енді қазір бізде өнертанушы мамандығы бейнелеу өнерінің бағасын беретін адам солар. Өйткені суретші ол өзінің туындысына өзі баға беріп, ол айтып, жеткізіп, суретші оған сыншылар да айта алмайды. Сондықтан осы өнертанушылар, сыншылар бізге әлі жетіспейді. Енді қазір осы жетіспеушілік орны толады, дұрысталады деген ойдамыз. Өйткені жастар оқып білім алып жатыр, сырттан келіп оқытып жатыр, бізді азаматтарымыз, азаматшыларымызды. Енді Қазақстан суретшілер одағы басқармасы үлкен жұмыстар атқарып жатыр осы жөнінде. Осыған тоқтап кетсеңіз. Енді бұл одақ негізінде қоғамдық ұйым. Осы суретшілерді, өнертанушыларды, онан кейін шеберлерді басын біріктіріп, олардың өнердегі бағыт-бағдарына, оның кейінгі жұмыстарына баға беру, олардың көрмелерін ұйымдастырып, онан кейін жаңағы өнертанушылар арқылы олардың шығармашылық жұмыстарын жалпы халыққа, қоғамға білдірдік. Соның кейін өсіп келе жатқан жас ұрпаққа рухани тәрбие беру үшін жаңағы суретшілер әр бағытта жұмыс істейді ғой. Мысалға патриоттық тақырыпта жұмыс істейді суретшілерімізді, мүсіншілеріміздің мынау монументалды үлкен мүсіндер, ескерткіштер қойылып жатыр елімізде. Өйткені тарихымыз, осы еліміз, жеріміз деп еңбек етіп өмір сүрген қайраткер ата-бабаларымыздың ескерткіштері ашылып жатыр. Оның бәрін жасап жатқан осы біздің мықты мүсіншілеріміз. Олардың барлығы жастарға рухани тәрбие береді. Мен осыларды ары қарай халыққа, жеткіншектерге жететін осы жаңағы өнертанушыларымыз. Ол қоғаммен жұмыс істеу керек, музейлермен жұмыс істеу керек. Міне қазіргі енді сол суретшілерменен
осы мұражайлар, жана картина галереялар көп қазір. Соларменен байланыс, суретші мен екі ортадағы байланысты нығайту, қоғам менен суретшіні жалғастыру, оның кейін суретшінің туындыларын насихаттау, жалпы өнердегі ағымдарға, өзіміздің ұлттық мұра үлкен заттарымызға, дүниелерімізге болашаққа жеткізу, осыған бағыт бағдар беру, басын ұйымдастыру, жас суретшілердің басын біріктіру, осындай дүниелер осы суретші одағының негізгі басты міндеті болып есептеледі. Мүсіндеме, мүсін, скульптура сөзі латын тілінен шыққан шекимін, қашаймын деген мағынаны білдіреді. Ол бейнелеу өнерінің бір түрі. Мүсіндеме туындылары биіктік, ендік, аумақтық өлшемдерінен құралады. Ол қатты немесе пластик материалдардан жасалады. Негізінен адамды, кейде жан-жануарды бейнелейді. Мүсіндеме сонау алғашқы қауымдық құрылыс кезінен бастау алатыны тарихтан белгілі. Сол көне заманнан бізге қалған, сол кезде кеңінен тараған тас жауынгерлер, балалы ананы бейнелейтін тас мүсіндер осының дәлелі. Сондай-ақ біздің заманымыздан бұрын 8-2 ғасырларда мүсін өнерінің тағы бір кең дамыған стилі аң стилі. Бұл да ежелгі мүсіндеменің көрнекті мысалы бола алады. Әр кезеңнің сенім-нанымда, саясатта, әлеуметте өзіне тән ұстанымы болады. Бұл өнерде де айқын көрініс тапқан. Осының салдарынан әр уақытта белгілі бір стильге деген қызығушылық бәсеңдеп, екінші бір жаңа бағытқа деген қызығушылық артып отырған. Қазақстан жеріндегі мүсіндеменің пайда болу тарихы 3000 жылға созылады. Ол палеолит дәуірінде пайда болып, сақтар мен түрік қағанаты тұсында кеңінен дамиды. Ата-баба рухына сену, жер, су, от иелеріне және исламдық сенім біздің жеріміздегі мүсіндеменің көп түрлілігіне әкеліп соқты. Ал кеңес дәуіріндегі мүсіндеме еңбектері болса, халық батырлары, еңбек ерлері және соғыс ардагерлерін бейнелеуге арналса, ал соңғы кездегі мүсіндеме бағыты әлемдік құндылықтар мен жергілікті салт-дәстүр ерекшеліктерімен ұштаса отырып дамиды. Сонымен қатар, мүсіндеме әлемдік техника жетістіктерін, өткен мен бүгіннің өзара үндестігін және дүние жүзіндегі мүсіндеме саласындағы жетістіктерді бейнелеуге және халық мақтанышы, ақындар, батырлар, қоғам қайраткерлері мүсіндерін сомдауға бағытталады. Жалпы сіздердің одақта қазір қанша суретші бас қосқан? Бізде 150 адамдай жұмыс істейміз. Енді оның ішінде 90-ның үстіндегі азаматтарымыз, олар Қазақстан суретші одағының мүшелері. Бұлар енді мүсіншілер, қолөнер шеберлері, кескіндемеші, графиктер, зергерлер, өнертанушылар. Енді оның үстіне 40-қа жақын біздің Астана қаласы суретші одағында жас суретшілер бірлестігін ашқан болатынбыз. Бұл енді осыны 4 жылдан асты. Бұл ашқанда жаңалық дүние емес, бұл кеңес дәуірінде болған осы жастардың бірлестігі жұмыс істеген. Енді кейін нарықтық заман болды, әртүрлі қиын жағдайлар болғаннан кейін тоқтап қалған дүние. Соны қайтадан қолға алып, жандандырып, оларға жаңағы шеберхана беріп, өзіміздің одақтың жанынан ол жұмыс істейтін жастар, студент жастар, осы арнайы кәсіби білімі бар суретші жастар, солардың басын біріктіріп, осы суретші одағының жанында олар енді өздерінің қазір жеке программалары бар, өздерінің көрмелері бар, әртүрлі бағытта, бағдарламалар бойынша олар жұмыстар істеп жатыр. Енді жаңа айтып отырмыз, 150 адамның үстінде біздің суретшілеріміз, енді олардың әртүрлі бағытта жұмыс істейді. Енді жаңағы классикалық бағытта, қазіргі заман талабына байланысты әртүрлі ағымдар, реализм мысалға, енді айта берсек, әрбірінің өзінің бір орны бар. Суретшілер өйткені Астана болғаннан кейін Қазақстанның түкпір-түкпірінен арнайы шақырумен келген азаматтарымыз бар. Онан кейін кейінгі жастарымыз оқу бітіріп келді. Олар да өздеріне сеніп келген жігіттер, осы жерде қарындастарымыз, жігіттер және бауырларымыз. Соның барын басын біріктіріп, осы жерде осы мәдениет, Астана қаласы мәдениет басқармасымен араласа көп дүниелер бірге жұмыс жасап жатырмыз. Бәрекелді. Аға, жалпы енді осы суретші болатын баланы кішкентай кезінен білуге бола ма қабілетін? Енді бұл туа біткен талант бола ма, әлде бұны тәрбиелеуге бола ма? Енді мен өзім ата-ана ретінде, суретші ретінде, ұстаз ретінде пайымдағаным бойынша
дүниеге келгенде баланың, сәбидің барлығы талантты болады. Тек қана соны ата-ана көре білу керек екен. Соны кішкене бағыт-бағдар беріп. Бұның кейін екінші, әрине балада да кішкене бір туа біткен дүние болу керек. Мысалға қанша оны қинасаң да, кішкене ержеткеннен кейін ол бала суретшілік қасиет болмаса, оны бәрібір тастап кетеді, бірақ ол хобби болып қалуы мүмкін, жай ретінде. Ал енді негізгі кәсіп ретінде болмайды. Ал көрермендердің естеріне сала кетейік, бүгін бізде студияда қонақта болған Астана қаласы Суретшілер одағының басқармасының төрағасы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Мұхамедиев Қоңыртай. Сау болыңыздар.